Абай Құнанбайұлы 10-шы қара сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем мұрынды бассын дейді, артынан Құран оқысын дейді, қартайған күнінде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам мұрынды бассын демек не сөз? Өзінен қалған дүние ессіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемеп пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнен көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, онда ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артынан бала Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақырет үшін бала тілегенің, балам жақсысында өлсін дегенің. Егерде ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсіре ме екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің, жоқ па? Екінші баланың мейірімді болып, асырарлық болып туа ма, жоқ па? Үшінші, малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әні, оны берем, міні, мұны берем деп. Баста балаңды алдағанға бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көрерсің? Боқта, деп біреуді боқтатып, кәпір қияңқы осыған тимеңдерші деп, оны да масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болды деп, қу, сұм бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осы ма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді. Бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсамаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жүргеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны. Іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп те жүріп ақ мал таптың. Бай едің. Сол малды сарып қылып ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ақырет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды итпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы сол үшеуінің басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайшылыққа түседі.